Барлығыңызға сәлем. Бұл видеода ағылшын тіліндегі сын есім және үстеу сөз таптары туралы айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, айтылатын мәліметтерді мұқият тыңдаңыз. Ағылшын тілінде сын есім adjective деп аталады. Сонымен қатар сын есім зат есімдерді сипаттап көрсетеді. Сөйлемде зат есімнен бұрын және to be етістігінен кейін қолданылады. Мысалы келтіріп өтейін, this is a nice dress. Мынау жақсы көйлек деп аударылады. Ал үстеу дегеніміз adverb деп аталады. Сонымен қатар үстеу етістікті сипаттап көрсетеді. Яғни іс-әрекеттің қалай, қайда, қашан болғандығын айтып көрсетеді. Мысалы, he invited him yesterday. Ол оны кеше шақырды деген мағынаны білдіретін сөйлем. Сонымен қатар ағылшын тілінде сын есім арқылы үстеуді жасауға болады. Ол үшін жай ғана сын есімге ly деген жалғауды жалғай саламыз. Мысалы, bad, badly, яғни ағылшын тілінде жаман деген мағынаны білдіреді. Алайда, ly жалғауы сын есімнің барлығына бірдей жалғана бермейді. Бірінші ереже, егер де сын есім L және I әріптеріне аяқталатын болса, I әріпі Y әріпіне айналып кетеді. Яғни, ly жалғауын жалғайтын болсақ, I әріпі Y әріпіне айналып кетеді. Мұндай сөздерге мысалы terrible деген сөз жатады, яғни қорқынышты. Дәл осы сөзді үстеуге айналдыратын болсақ, terribly болып Y әріпіне айналып кетеді. Келесі ереже, егер де сын есім Y әріпіне аяқталып, оның алдында дауыссыз әріп тұратын болса, Y әріпі түсіп қалады да, оның орнына I, L және Y жалғауы болып жалғанады, яғни ily болып жалғанады. Мұндай сөзге мысалы happy, яғни бақытты деген сөз жатады. Happy, happily. Ағылшын тілінде сонымен қатар сын есім үстеуге өткен кезде мүлдем ly жалғауын қажет етпейтін сын есімдер де бар. Мұндай сын есімдерге мына сын есімдер жатады. Good, good дегеніміз жақсы деген мағынаны білдіреді, үстеуге ауысқан кезінде толығымен өзгеріп кетеді. Well, яғни екеуі де жақсы деген мағынаны білдіреді, бірақ good сын есім ретінде, well үстеу ретінде қолданылады. Fast, жылдам деген мағынаны білдіреді, үстеу ретінде қолданатын болсақ, еш өзгеріс жоқ. Fast, fast. Дәл сол секілді hard, яғни қиын деген мағынаны білдіретін сөз үстеуге өткен кезінде ешқандай өзгеріссіз қолданылады. Hard, hard. Ал енді видеоны дәл осы жерден тоқтатып, мына тапсырмаларды өз еркіңізбен орындап көріңіз. Бірінші сөйлемнің жоғарғы жағында үлгі көрсетілген. Ал мен содан соң осы тапсырманың жауаптарымен бөлісемін. Ал енді жауаптармен таныс болайық. Бірінші сөйлемде good деген сөзді қолданамыз. Себебі to be етістігінен соң қолданылып тұр. Екінші сөйлемде happily деген сөзді қолданамыз. Себебі playing дегеніміз етістік ретінде қолданылып тұр. Үшінші, easy, яғни оңай деген сөзді қолданамыз, себебі өткен шақтағы to be етістігінен соң қолданылып тұр. Төртінші, quietly деген сөзді қолданамыз, себебі бұл сөздің алдында етістік тұр. Бесінші, quickly деген жылдам деген мағынаны білдіретін сөзді қолданамыз, себебі бұл сөздің алдында етістік сөз табындағы сөз тұр. Алтыншы, beautiful, яғни әдемі деген сөзді қолданамыз, себебі бұл сөздің алдында to be етістігі тұр. Бүгінге айтарым осы, сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.